Құрметті достар, кітап сүйер қауым. 23 сәуір ұлттық кітап күні аясында еліміз бойынша мен оқыған 10 кітап акциясы басталды. Бұл бастама тек кітап оқуға шақыру ғана емес, ол ой мәдениетін қалыптастыруға бағытталған игі үрдіс деп ойлаймын. Ел аузында жақсы кітап ақылды адамның әңгімесімен бірдей деген сөз бар. Байқап қарасаңыз, шынында да біз кітаптан өзімізге досты да, сыншыны да, ақылшыны да, төрешіні де тауып жатамыз. Себебі кітап ақылына ақы сұрамайтын алтын қазына. Осы ретте мен сіздермен жақында өзім оқыған, ерекше әсер қалдырған 10 кітаппен бөліскім келеді. Олардың қатарында шоқтығы биік қазақ әдебиеті қаламгерлерінің еңбектері көш бастап тұр. Сонымен қатар әлемдік деңгейде мойындалған бір қатар шетел әдебиетінің шығармалары да бар. Абай Құнанбайұлының пайда ойлама, ар ойла, талап қыл терең білуге, артық білім кітапта ерінбей оқып көруге деген өлең жолдары кітаптың ең сабырлы ұстаз екендігіне дәлел. Мысалы, мен ұсынған Тахауи Ахтановтың Шырағың сөнбесін шығармасының мазмұны терең. Мұндағы шырақ жай ғана жарық емес, ол қазақ дүние танымындағы киелі ұғым. Дәстүрлі ортада киіз үйдегі шырақты өшірмеу өмірдің, ұрпақтың, жалғастықтың белгісі саналған. Сондықтан шығармадағы шырақты сөндірмеу ұғымы ұлттың рухани сабақтастығы, ұрпақтың аманаты, адамдық қасиеттің сақталуын білдіреді. Әр шаңырақтың шырағы сөнбеуі тек бір отбасының ғана емес, тұтас ұлттың болашағының жалғасуы деген ой астарланады. Себебі әр жас біздің еліміздің шырағы. Біз де сол шырақтың сөнбеуіне мүдделіміз, міндеттіміз, бүкіл күшімізді салуымыз керек. Осы кітаптардың ішінде ерекше тоқталғым келетін The Age of AI and Our Human Future. Бұл еңбек жасанды интеллектінің дамуы адамзаттың болашағына қалай әсер ететінін терең талдайды. Авторлар технология тек құрал ғана емес, ол қоғамның ойлау жүйесін, басқару модельдерін және адам мен машина арасындағы қарым-қатынасты түбегейлі өзгертуі мүмкін екенін көрсетеді. Бұл кітап қазіргі цифрлық дәуірде өмір сүріп жатқан әрбір адам үшін өзекті және ой салатын еңбек деп есептеймін. Авторлары аты аңызға айналған аңыз адам Генри Киссинджер және Google'дың бұрынғы басшысы Эрик Шмидт. Сондықтан ең мықты саяси, геосаясат саласындағы сарапшы және технологиялар, жасанды интеллект технологиялардың сарапшысы бірігіп осындай керемет кітап жазған. Қорыта айтқанда, кітап оқу бұл тек ақпарат алу емес. Бұл ойды жетілдіру, дүние танымды кеңейту және саналы қоғам қалыптастырудың негізі. Сондықтан, құрметті оқырман достар, президентіміз айтқандай, шақырғандай, үндеу тастағандай, баршаңызды кітап оқуды өмір салтына айналдырып, рухани байлығыңызды арттыруға шақырамын.